Бұл екеуінің айырмашылығы, бұл базовыйға көбінесе пайдаланады, бұл финишіге пайдаланады. Бұның қату уақытысы, қатаю уақытысы 60 минуттан 90 минутқа дейін жұмыс уақытысы бар. Сонымен жұмсақ жабылады, сонымен шкуркасында оңай шкурт етіледі. Бұл квартирада қабырғалардың барлығын Элерон 12 базовыйларды тартып алдық. Гипсокартон шелдерін жамадық. Сосын откостарды қалды жинелерін тіктеп туралап алдық. Енді сонымен Элерон S01 бұмен біз финишіге өтеміз. Өйткені үйдің иесі бізге покраскасы керек болды деді. Обой жапсырмайды. Негізі бұл обойға да болады. Под покраска, под обой болады. Бұл базовый туралауға, сонымен под обойға да келеді. Ал енді біздікі рассоры дайын болды. Біз керекті пропорцияны дайындап алдық. Ал содан жұмыс бастаймыз.